Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 10-шы сынып жаратылыстану математикалық бағытына арналған 3-ші тоқсандағы номер 2-ші, 17-ші және 2-ші топ элементтері атты бөлім бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Орындалу уақыты 25 минут. Тапсырмаға көшейік. Берілген галогендердің валенттік электрондарын жазыңыз. Фтор бізде валенттік электрондар болғаннан кейін 2s2, 2p2 соңғы жағын жазған 2p5 міне. Валенттік электрондар 7 барлығы. Хлор 3s2, 3p5. Бром 4s2, 4p5. Йод 5s2, 5p5. 7-ші топ элементтері болғандықтан олардың бәрінің сыртындағы электрон сандары 7-ге тең болады. Келесі тапсырма. Берілген тұжырымдамаларға сәйкес галогендерді атаңыз. Заттың сұйық күйден қаттыдан газ күйге өтуі айдау немесе сублимация деп аталады. Қай галогенге тән? Әрине йодқа. Йод. Ерітіндісті қоңыр түсті бізге аударғанда сасық деген мағынаны береді. Қай галоген жайлы сөз болуда? Әрине бром. Бром формуласын жазып қояйын. Атмосферада шыны сияқты тұрақты заттың жануы таң қалдырады. Ал су буы ашық көлдің жалынмен жануы таңғажайып құбылыс. Бұл қай галоген? Фтор. Соғыс кезінде қару ретінде пайдаланған өте ұлы тұншықтырғыш зат қай галогенге тән? Әрине ол бізде хлор. Келесі тапсырма. Бізде реакция сеңдеулері берілген. Іс жүзінде жүретін реакцияны анықтап, жазыңыздар, тиісті коэффициенттерді қойыңыздар. Натрий фтор және хлор 2. Фтор хлордан белсендірек, бұл жерде реакция жүрмейді. Келесі калий йод қосылған хлор 2. Хлор 2 бұл жерде калий хлориді плюс йод 2 бөлінеді. Яқа 2, мына жаққа 2 түседі. Келесі натрий бромиді және йод 2 жүрмейді. Калий хлор фтор 2. Калий фториді. Хлор 2. Алдына 2 түседі. Келесі тапсырма. Берілген реакциялардың ішіне электрондық баланс әдісімен теңестіру қажет. Бұл жерде тотығу дәрежесі өзгерген элементтерді жазамыз. Хлор бізде тотығу дәрежесі 0. Мына жақта оның тотығу дәрежесі плюс 5. Мына жақтағы тотығу дәрежесі минус 1. Енді тотығу дәрежесін өзгерген элементтерден бастаймыз. Хлор 2 0-ден, яғни 2 электронды. Бұл жерде өзгеріп тұр. Хлор плюс 5-ке дейін. Хлордың алдына 2 қоямыз. Енді 0-ден плюс 5-ке дейін 5 электрон беру қажет еді. Бірақ бізде 2-сі бар хлордың, сондықтан ол жерде 10 болады. 10 электрон 10 электрон береді. Сөйтіп 2 хлор плюс 5-ке. Енді екінші жолы хлор 2 0-ден 2 электронды қосып алады. Бұл кезде хлор минус 1-ге өзгереді. Тағы да алдына 2 қойымыз.
Енді мына жерде 10 және 2 электрондар қысқарады. 5 және 1 орнын ауыстырамыз. 1 мына жаққа шығады. 5 астына түседі. Енді хлордың алдына 5 қоямыз. Басқа түспен қойыншы. Мынаның алдына. Натрий хлордың алдына 5. Мынау хлордың алдына 3 түседі. Натрий гидроксидінің алдына 6. Су. Ең соңында біз суды теңестіреміз. 3 судың алдына 3 қоямыз. Келесі тапсырма. Галогенит иондарды тәжірибе жүзінде анықтау үшін иондарды түсімен сәйкестендіріңіз. Хлорид бізде ақ, бромид сарғыш, иодид сары тұнба. Сары тұнба да мына жерге А, Б, С деп қойайын. 1, 2, 3 қылып, 1 сонда болады ақ, С, 2 болады бромид сарғыш, А және иодид сары. Сары бізде В болады сонда. Келесі тапсырма. Берілген иондар күміс нейтронмен анықталады. Реакция теңдеуін аяқтаңыз. Аргентум хлор, ақ түсті тұнба, калий NO3. Мына жерде аргентум бромиді тұнба, литий NO3. Аргентум йод тұнба, натрий NO3 түзіледі. Келесі тапсырма. Екінші топтың элементтері кальций мен магний ерекшелігі ұқсастығы. Кальций. Бірінші кальцийдің ерекшелігі сумен бөлме температурасында белсенді әрекеттеседі. Жалыны кірпіш қызыл. Кірпіш қызыл түс. Ұқсастығы, екеуінің ұқсастығы, екеуі де сілтілік, жер металы. Тағы да сыртқы қабатында екі электрон бар. Келесі магний. Ерекшелігі сумен тек қыздырғанда әрекеттеседі. Келесі тапсырма. Бізде түзілген реакцияға түскен металдардың қасиетін ескеріп, реакция теңдеуін аяқтаңыздар. Түзілген заттардың атын атап, реакцияның жүру бағытын құрыңдар. Кальций плюс H2O, кальций гидроксиді түзіледі бізде, және сутек газы теңестіреміз. Мына жаққа 2. Атын атап дейді.
бұл кальций гидроксиді. Кальций гидроксиді. Так, келесі, мынау нені астына жазайын. Магний қосылған H2O тең температура магний OH2 және сутек газы. 2 қойымыз. Келесі тапсырма, кальций хлориді, магний хлоридінің сапалық құрамын қалай анықтауға болатын дәлелдеңдер. Так, кальций 2 ионы жалын түсі арқылы бұл кезде оның несі кірпіш қызыл болады. Қызыл немесе карбонат ионын қосу. Келесі магний. Магний үшін, яғни магний 2+ ионына сілті қосу арқылы. Осымен біздің талдауымыз аяқталды. Сұрақтар болса комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Рахмет.